Бүгін осындай сүзбелі пирогты сізге ұсынғалы отырмын. Өте жұмсақ болып пісіп шығады. Сізде үйде 5-ші айына дайындап көріңіз. Алдымен творогты ыдысымызға салып, оған 2 жұмыртқамызды қосып, жақсылап блендермен үгітіп араластырып аламыз. Жақсылап араластырған соң ерітілген зар майымызды құямыз. Қасығымызбен жақсылап араластырып, үстіне 200 грамм ұнымызды салып, 2 бөліп араластырып аламыз. Қоюланған массамызды біркелкі болған соң противенімізді майлап, противенімізге дайын болған тестімізді құйып, тегістеп, бетіне өрік болсын, персик болсын, өзіңіздің қалауыңызша бетіне салып, әсемдеп шықсаңыз болады. Дайын болған пирогымызды 180 градус пешке 30 минутта пісіріп аламыз. Бетіне сахарный пудра сеуіп, әдемілеп береміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіз де істеп көріңіз. Рецептім ұнап жатса, лайк қойып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.